Қайырлы күн, құрметті оқырман. Ой оятар подкастының бүгінгі санында Қазақстанның халық жазушысы, қоғам қайраткері Мұхтар Шахановтың тағылымын тыңдаймыз. Мұхтар аға, сіз бір сөзіңізде өлең құрау ақындықтың көп қырының бір, сол үшін оны ардақтау жөнсіздеу һәм күлкілі деген едіңіз. Осымен не айтқыңыз келді? Мынау Қазақстан жазушылар одағының 800-ден астам мүшесі бар екен. Соның 8-і ғана, 10 жақсысы ғана елдік ұлттық мүдде күресінде бізбен бірге болған екен. Тілдік мүдде күресінде, шындық күресінде, тағы да басқа толып жатқан елдік мүдделер күресінде бізбен бірге болған екен. Ал қалғанының барлығы өлең жаза береді. Ал сол өлеңінде ұлтты сақтау керек, тілді сақтау керек, сол үшін күресуіміз керек дейді. Іске келгенде үстелдің астына кіріп кетеді. Яғни сөзі бір басқа да, ісі бір басқа. Сондықтан қазір кезеңде мен осы ақындарға мүлде басқа көзбен қараймын. Шындық үшін күреспесе, елдік ұлттық мүдде үшін күреспесе, оның ақындығы бір тиын.